Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Мейрамгүл. Бүгін сіздермен осындай өте дәмді, қыста рахаттанып ішетін шиеден компот рецептісімен бөліскім келеді. Ең алдымен банка мен қақпақтарымызды стерилизациядан өткіземіз. Мен бұрыннан бері банкаларымды духовкада стерилизовать етемін. Осылай басын төңкеріп 110 градуста 15-20 минут ұстаймыз. Қақпақтарымызды да осылай ыстық суда 5-7 минут қайнатып аламыз. Содан соң жеміс-жидектерімізді дайындаймыз. Мен осы жолы кішкене ассорти қылып жапқым келіп тұр. Шие және де осындай алша или орша слива деп айтады. Слива мен жасаймын. Стерилденген банкаларымыздың ішіне осылай шиелерімізді, алшамызды салып шығамыз. Мен әрбір банкаға 300 грамм шие салдым және де 6 дана слива салып жатырмын. Егер де жеміс-жидектері көп болғанын қаласаңыз, одан да көп салсаңыздар да болады. Мен сияқты тек 2 түрлі жеміспен жасамай, тағы да басқа да жеміс-жидектерді қоссаңыздар болады. Содан соң мен осылай әрбір банкаға 2 дана лимон саламын. Лимондарды осылай жұқа қылып кесіп, ішіндегі сүйектерін алып тастаймыз. Енді әрбір банкаға 300 грамм шекер саламыз. Менде барлығы 3 литр банка болғандықтан 300 грамм қосамын. Егер де сіз 2 литрлік банкаге жапсаңыз, онда 200 грамм шекер қосып жабасыз. Енді суымызды осылай сақырлатып, қайнатып аламыз. Орысша айтқанда крутой кипяток болу керек. Осы кипятокты барлық банкаларымызға құйып шығамыз. Осы орайда жас келіншектерге, жас келіндерге айтар бір кеңесім бар. Егер де банканы енді жауып үйреніп келе жатсаңыздар, арнайлап өзіңізге закрывашка сатып алуға кеңес беремін. Біреуден сұрап алып, біреуден қалған закрывашкамен жаппауға кеңес беремін. Өйткені бір сенім бар. Закрывашка өзіңізге арнайы жаңа алған дұрыс. Менің бір өте жақсы апам бар. Осы банка жабудың хас шебері деп айтсам болады. Мен ең басында келін болып түскенде банкаларымның барлығы атылып кететін болған. Сосын апам айтам ғой, банкаларым атылып кетеді, неге деп. Қандай закрывашкамен жаптың деп сұрайды. Айтам, үйдегі бар закрывашкамен десем, жоқ, Мейрамгүл, өзіне арнайы сатып ал. Өйткені біреудің закрывашкасымен жабуға болмайды деген наным сенім бар. Сондықтан өздеріңізге арнайы закрывашка сатып алыңыздар. Менде жаңа видеода көріп тұрғандарыңыздай осындай закрывашка. Закрывашканың неше түрлісі бар, өзіңізге ыңғайлысын сатып алсаңыздар болады. Енді компотымыздың барлығын жауып болған соң, осылай шекері толық ергенше осылай домалатамыз. Өйткені бұны жасамасаңыздар, шекері түбінде қатып қалса, банкаларыңыз атылып кетуі мүмкін. Банкаларымыздың барлығын жауып болған соң, осылайша төңкеріп, бетін жылы көрпемен жауып, толық суығанша 2 тәулікке қалдырамыз. Негізі әрбір қыз келіншек өзінің тексерілген рецепті бойынша жабады. Мен бірақ осылай суын сразу құйып жауып тастаймын. Егер де атылып кетеді, дұрыс жабылмай қалады деген сенімсіздік болса сізде, онда бірінші суын кастрөлге төгіп, қайтадан қайнатып, 2-ші рет құйып жапсаңыздар болады. Мына жерде менің компоттарым әлі толық суымаған, бірақ енді видео үшін түсіріп жатырмын. Ертең қысқа дейін түсі өте қанық, дәмі өте керемет болып шығады. Сондықтан жазда ерінбей бір шаршайсыз, бірақ қыста ертең рахаттанып ішесіздер. Сондықтан қыз келіншектері жауып алуға кеңес беремін. Өте дәмді болып шығады. Менің каналыма міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Өйткені мен сіздермен тез әрі оңай рецепттермен бөлісемін. Сіздермен бірге болған Мейрамгүл. Келесі кездескенше.